Қаңлылар, үйсіндер, ютшилер. Қаңлы мемлекеті. Қытай деректері бойынша қаңлылар мен олардың мемлекеті Сырдарияның орта ағысында және Шаш облысында орналасты. Олар Қазақстанның оңтүстігіне солтүстік шығыстан ғұндардың ығыстыру нәтижесінде келді. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Сырдарияның орта ағысында қаңлы мемлекеті күшейді. Алғаш қаңлылар оңтүстігінде ютшилерге, солтүстігінде ғұндарға тәуелді болды. Бірақ кейін кіші жағынан олармен теңесті. Қаңлылар билігі біршама уақыт Батыс Қазақстанға, Каспийдің солтүстік жағалауларына дейін таралды. Бұл жерлерде оған массагеттер, кейін Сармат алан тайпалары тәуелді болды. Тіпті Орал маңындағы орман тайпалары да алым төледі. Қаңлы мемлекетінің құрамына біраз уақыт Шаш, Ферғана мен Хорезмде кірді. Негізгі халқы көшпелі болса да, олардың өз қалалары болды. Шұраттарда егіншілікпен айналысты. Қаңлылардың астанасы Битян қаласы. Ақтөбе қалашығында Сырдарияның оң жағалауында орналасқан және Хорезмде қаңлылардың сарай үлгісіндегі құрылыстарына қазба жұмыстары жүргізілді. Біздің заманымыздан бұрынғы 101 жылы Қытайлар Даваньды, яғни Ферғананы жаулап алған кезде қаңлы мемлекеті ферғаналықтар жағына шықты. Біздің заманымыздан бұрынғы 47-46 жылдары қаңлылар солтүстік ғұн билеушілеріне үйсіндерге қарсы күресте қолдау көрсетті. Кейін олардың арасында жанжал шығып, қаңлы ғұндарға қарсы Қытайлармен одақ жасасты. 1-2 ғасырларда қаңлы мемлекеті бірнеше иелікке бөлініп кетті. 5 ғасырда ол Қытай императорлық сарайына елшілік жібереді. Кейін эфталиттерге бағынған мемлекеттердің бірі ретінде еске алынады. Ютшилер мен үйсіндер. Қытай деректеріндегі ютшилер сақтарға туыстас болған және Бактрияға өз атын берген иран тілдес тохарлармен байланыстырылады. Тохарлар ютшилердің тек бір бөлігі болуы да мүмкін. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда ютшилер ғұндардың қысымымен солтүстік батыс Қытайдан батысқа қарай кетіп, шығыс және оңтүстік шығыс Қазақстан аумағына қоныстанды. Бұл уақытта Жетісу аумағында жартылай көшпелі үйсіндер өмір сүрді. Үйсін мемлекеті біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың соңында Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағында құрылды. Үйсіндер Сақ-Тиграхауданың ұрпақтары. Олар жартылай көшпелі шаруашылық жүргізді. Үйсіндердегі жоғары билік билеушісі Күнбиге, Қытай деректерінде Гуньмо деп аталды, тиісті болды. Оған билік мұрагерлік бойынша берілді. Күнбидің сарайы Чигу қаласында орналасты. Мемлекет сол жақ, шығыс, оң жақ, батыс және орталық бөліктерге, ал олар толып жатқан ұсақ иеліктерге бөлінді. Иеліктерді басқарушылардың бір бөлігі көшпелі тайпалардың көсемдері болды. Мемлекет басшысы Күнбиден кейінгі лауазымды тұлға бас уәзір Тулы. Одан төменгілері сол және оң жақ аймақтарының билеушілері болды. Шенеуніктерден, тексерушілерден және хатшылардан тұратын төрешілдік аппарат құрылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың бас кезінде үйсіндер күшті мемлекет құрды. Олар ғұндармен күресте қытайлықтармен одақтасты. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда үйсін мемлекеті кіші Күнби және үлкен Күнби иеліктеріне бөлініп, өзара соғыс басталды. Нәтижесінде екі иелікте Қытайлардың билігінде қалып қойды. Үйсіндердің бір бөлігі батысқа кетіп, қаңлылардың көмегімен Қытай билеушілерімен соғыс жүргізді. 2-ші ғасырда үйсіндер Қытайлардан толық құтылды. 4-ші ғасырда көшпелі жужандардың қысымымен үйсіндер Тянь-Шань тауларына қоныс аударды.